сәлеметсіздер ме менің алтын тыңдармандарым. Бүгінгі әңгімемізді бастамас бұрын лайктарыңызды басып тіркеліп қоюларыңызды сұранамын. Бүгінгі әңгімеміз сіздерге өте әсерлі болады деген ойдамын. Ақырына дейін тыңдап көріңіз. Ару өзінің балалық шағын терең күрсініп еске алады. Өйткені аруда айтарлықтай бақытты балалық шақ болмады. Кішкентай кезінен көрген қорлығы аруды ерте есейтіп жіберді. Ару кішкентай кезінен әлжуаз, аурушаң болып өсті. Онысымен қоса 7 жас шамасында аруды сиыр теуіп кетті. Қорыққаннан кекештеніп сөйлейтін болды. Енді ғана мектеп табалдырығын аттаған ару үшін бұл өте ауыр соққы болды. Себебі мектепте барып, білім алып, дос табамын деген арманы су сепкендей болды. Бірге оқитын сыныптастар аруды көп мазақтайтын. Оны кекеш деп келекетіп отыратын. Енді ғана өмірдің жаңа баспалдағына көтерілген аруға бұл оңай болмады. Күнделікті қайталанатын осы жағдай аруды мүлдем басып тастады. Ешкімге қосылмай, томсырайып, тұйықталып, тек өзі ғана жүретін еді. Не досы жоқ, өзі ғана жалғыздықпен жабырқап өскен арудың күні осылай өте берді. Айлар өтіп, артынан жылдар келе берді. Арудың 9 сыныптан бастап денсаулығында тағы өзгерістер болды. Бұл жолы ару гормон дәрілерін қабылдай бастады. Онысы аруды толтырып жіберді. Енді ғана бой түзеп келе жатқан ару сыныптас ол қыздардың ендігі толық, семіз деген сөздерін естіп, одан сайын тұйықталып кетті. Өзімен өзі ешкімге қосылмай тағы жүре берді. Уақыты тоқтамастан сырғи берді. Кеше ғана кішкентай қыз өзінің қалай есейіп кеткенін де байқамай да қалды. 9 сынып кезінде арудың сыныбына Айман, Шолпан деген егіз қыздар келді. Келген егіз қыздар қарапайым қыздар еді. Оларды да сыныптастары жақтырмай өздерінің қатарына қоспады. Бірақ бұл жағдай ару үшін оңынан шешілді. Өйткені келген егіз қыздармен ару құрбы болды. Неше жылға арманы орындалып, құрбы тапқан арудың қуанышында шек жоқ еді. Міне солай мектептің қызығы мен шыжығы қатарымен жүріп, 11 сыныпқа қалай аяқ басқанын да білмей қалды. Бұл уақытта сыныптастары есейіп, бұрынғы арақатынас шамалы жақсарған кезі. Аруда бой түзеп қалған. Нұрбек есімді жігітпен сөйлесіп жүрген кезі. 8 наурыз күні сыныптастар ұйымдасып отырыс өткізбекші болды. Барлығы дерлік баратын болып келісті. Арудың барғысы келіп еді, әкесін тастап кете алмады. Өйткені әкесі сол күні мас болып келді. Кеш батып, далаға қараңғы болып қалған кез. Ару сыныптастарына қоса алмай үйде отырған. Кенет әкесі қызының бөлмесіне кіріп келді. Өзі өлер Димас. Келгеннен аруға сөйлей бастады. Басында не айтып жатқанын түсінбеген ару сосын аңғарды. Әкесі аруға қызы емес, құдды бір басқа қызға сөйлегенде әңгіме айтып отыр. Әкесі болғанға ару қаншама есіңізді жиыңыз әке десе де еш есі кірер емес. Мастықпен айтып отырған болар, қояр деп ойлады. Бірақ әкесі енді сөзді қойып қызына тиісе бастады. Мұндайды күтпеген ару қорыққаннан мас әкесін итеріп жүгіріп далаға қашып кетті. Жүрегі дүрсілдеп, ентігін баса алмай далада тұрды. Ойының бәрі жан-жақта. Әкесіне ашулы болып тұрды. Мұнысы не істегелі жатыр? Қуарақтың кесірі деп бір жағынан сыбап алса, екінші жағынан соны қашан қояр екен. Ішпесе тіпті жақсы деп әкесін ақтап алып тұрды. Бірақ сол мезетте үйге қайта кіруге құлқы болмады. Бір жағынан қорқып та тұр. Не керек есіне Нұрбек түсіп, телефон нөмерін тере бастады. Ол да күтіп отырғандай тұтқаны дереу көтере қойды. Екеуі біраз сөйлесіп, Нұрбек аруға келетін болып шешті. Нұрбек қалада тұратын. Ару қалаға жақын маңдағы ауылда тұратын еді. Ол келгенше біраз уақыт керек. Сыртта тұра бермесі анық. Өзі әзірге сыныптастардың отырысына келді. Сыныптастармен сағатқа жуық отырған сол, Нұрбек келіп тұрмын деп хабарласып қалды. Сыртқа шығып, екеуі сөйлесіп, кенет Нұрбек жүрсеңші қалаға, қыдырып қайтайық, отырыстың біткенше келіп қаламыз деді. Ойланып қалған ару, барсақ барайық, уақытында алып келсең болды деп келісті. Келіскенінің бір жағы әкесіне ашуы тарқамай ерегісіп жасаған ісі еді ғой. Содан екеуі қалаға қарай шығып кетті. Арудың әлі де есінен әкесінің қылықтары кетер емес. Арудың ішін жегідей жеп барады. Өзі әке маған қиянат жасамақшы болды ма? Аяғы немен бітер еді, үйден қашып шыққаным дұрыс болды деп өз ойымен өзі әлек болып келді. Кенет Нұрбектің тамақтанып алайық деген сөзі ойын бөліп жіберді. Басын іздеген аруды Нұрбек бір кішкене сырағанаға келді.
Бірінші тамақтанып артынан Нұрбек сыра ішіп алды. Аруға ұсынған еді, ашумен ол да сыраны ішіп отырды. Бұл арудың алғаш сыра ішуі еді. Бұрын соңды ішпеген қыз масайып қалды. Есінің бәрін білгенмен денесі босаңсып отыра берді ғой. Уақыттың сырғы өтіп бара жатыр. Бір қарағанда сағат тілі түнгі 3 болыпты. Қатты кеш болып кетті деп ойлаған ару Нұрбекке үйіне апарып тастауын өтінді. Жарайды деп екеуі сыраханадан шығып мәшинеге қарай жүрді. Екеуі де масаң күйде мәшинеге отырған сол Нұрбек сезімге беріліп аруға тисе бастады. Ару қарсы болды. Бірақ Нұрбек қарсыласқанына тіпті қарамады. Арудың сырадан кейін аяқ-қолы әлсіреп, Нұрбекке шамасы жетпеді. Сонымен арпалысамын деп шаршап та қалды. Соқпақтай жігіт өз дегеніне жетпесе, көңілі жай таппайтыны анық. Ақыры өз ойындағысын іске асырды. Одан арғысы арудың есінде жоқ, ұйықтап кетті. Көзіне жарық түсіп жатқаны сол, ару оянып кетіп сағатына қарады. Сағат таңғы 6 болды. Енді ғана бозарып таң атып келе жатыр екен. Дереу есін жиып, Нұрбекті оятып, ештеңе деместен ауылына апарып тастауын өтінді. Нұрбекте үн жоқ. Аруды ауылына апарған күйі қайта қалаға қайтып кетті. Сол кеткеннен мол кетті. Не себепті екен белгісіз бірнеше ай өтсе де еш хабарласпады. Ару да Нұрбекті іздемеді. Бұл уақытта Ару 11 сыныпты бітіріп, оқуға дайындалып жүрген кез еді. Бағы жанып грантқа медколледжге түсіп кетті. Енді Ару болашақ медбике. Жаңа орта, жаңа таныстық. Бұл уақыт Ару үшін қызығы мол кездер еді. Бірінші курста манесен бітіріп, екінші курсқа аяқ басты. Ол кезде ВК желісінің шарықтап тұрған кез еді. Ару да сол ВК желісімен Жалғас деген жігітпен танысты. Жалғас Арудың қаласынан екен. Бір қаладан болғанға ма жақын тартып кетті. Екеуі телефон нөмірімен алмасып, күнде сөйлесіп жүрді. 2020 жылы алғаш рет екеуі қалада кездесті. Күнде сөйлесіп жүргенге Ару Жалғасты көргенде ескі танысын көргендей болды. Қатты жақын тартты, бірақ Жалғасты бір көргенін ұнатып та қалған еді. Жалғастың да ұнатқаны көзінен ақ көрініп тұр. Бір-бірінен көздерін алмай қарайды. Екеуі ұзақ әңгіме дүкен құрып, серуендеп түнгі қаланы аралады. Ертесіне Ару жұмыстарымен өз ауылына жол тартып кетті. Жалғас Аруды ұнатқаны сонша Арудың ізімен сол ауылға қонақ болып келді, туысқанының үйіне. Күнде кешкісін кездесіп сөйлесіп жүрді. Әңгімесі жарасып, күнде бір-бірімен көрмесе тұра алмастай халге жетті. Сезімдері махаббатқа ұласты. Бірақ бұл махаббат тағы да көпке созылмады. Сезімін білдіріп, жақсы көретінін айтып жүрген Жалғас 2 айдан кейін түгелі жоқ болды. Ешқандай хабар болмады. Бұл кезде Ару оқуына кеткен еді. Бұл жағдай Аруға қатты соққы болды. Оқуға деген еш зауқы болмай, онысы да жайына қалды. Жауапсыз махаббаттан қатты қиналды. Күндіз-түнді тек Жалғасты ойлап, жолаумен күні өтіп жатты. Өйткені Ару Жалғасты қатты сүйіп қалған еді ғой. Болашағын Жалғаспен елестетіп отыратын. Бірақ қанша қиналса да қайтып келген Жалғас жоқ. Бір ай оқудан қалған Ару амал жоқ, қайта есін жиып оқуына барды. Бұл кезде карантин еді. Оқулары қашықтан оқуға ауысып, қайта ауылына қайтты. Солай жүріп 2-ші курсты да аяқтады. Біраз уақыт ауылында болған Ару ауылда жай жатқанша жұмыспен айналысқысы келіп, қасына құрбысын ертіп, қалаға барып, бір кафеге даяршы болып жұмысқа тұрды. Екеуі бір пәтерде тұрып жұмыс жасап жүрді. Жұмыс істеп жатқандарына біраз айдың жүзі болған. Бір күні өздері оқитын қалаға құрбысы жұмыстарымен бармақшы болды. Ару құрбысын қимай шығарып салды. Үйіне қарай қоғамдық көлікке отырды. Отырғаны сол көзіне жарқ етіп өзіне таныс адамды байқады. Иә, бұл Жалғас еді. Сүйемін, жақсы көремін деп жоқ болып кеткен Жалғас. Қаншама күнді ұйқысыз өткізіп, хабарласып қалар деп күткен Жалғас еді. Ару бірденен жүгіріп барып, қайда жүрсің, неге хабарсыз кеттің деп айтқысы келді. Бірақ қоғамдық көлікте адам көп болған соң қасына бара алмады. Тұрған орнынан қимылдай алмай қалды. Құдды аяғына тас байланып қалғандай. Не керек жолда Жалғас түсіп қалып, ойындағы сұрақтары қойып та үлгермеді. Бірақ одан кейін де қай жерде жүрсе де Жалғасты көзімен іздеуді шығарды. Жолып қалармын, осы қалада жүр деген бір үміті өшпей тұрды. Қанша іздегенмен таба алмады. Сосын күдерін үзген Ару жұмысымен алданып қайта жүре берді. Көп замай оқуында басталатын уақыты келді. Енді 3-ші курста қашықтықтан емес барып оқитын болды. Жұмыстан шығып қайта оқуына барды.
Барғаннан бірге оқитын группаласымен бірге тұрды. Күнде сабағына барып келіп жүрді. Уақыт та зымырап өтіп, жаңа жылда келіп қалды. Бірақ бұл жолы ару жаңа жылды үйінде емес, құрбыларымен өткізді. Қасында неше адам болса да өзін жабырқау сезінді. Өйткені былтырғы жылы жалғаспен сағаттап сөйлесіп, жаңа жыл кереметтей болып еді. Өзінің сезімін білдіріп, өмірдің мәні бардай сезілетін. Биылғы жылы тым-тырыс, ешқандай қызығы жоқтай өтті. Қанша жалғасты ойламайын десе де, жүрегі шіркін жалғас деп тұрды. Солай уақыт өтіп ақпанның 20-сы да келіп жетті. Бұл күн ару үшін ұмытылмастай күн. Өйткені жалғаспен сөйлескен соңғы күн еді. Күндікпен көңілі жабырқаулы жүрген ару бір жыл бұрынғыны ойлап отырды. Кенет ВК желісіне кіріп, жалғасқа хат жазды. Өзінің әлде сүйетіндігін жасыра алмады. Осы уақытқа дейін сағынғанын, көргісі келетін, ішінде тұншығып жатқан барлық сезімін білдірді. Сезімге толы қатты оқығаны жалғас та шыдай алмады. Аруға жауап қайтарды. Кешкісін сым-тетік арқылы сөйлесетін болып шешті. Кешкісін жалғас хабарласып, екеуі ұзақ сөйлесті. Ару көкейінде тұрған сұрақты қойып, ақыры жауабын алды. Осы уақытқа дейін неге жоқ болып кеткенін барлығын сұрады. Хабарсыз кеткені жалғастың анасы қарсы болған екен. Неге, не себепті екені белгісіз, оны жалғастың өзі де білмейді. Тек арумен қарым-қатынасты үздегенге ұқсайды. Неге ұзақ сөйлесті. Ішіндегі жатқан ешбір сыры қалмады. Барлығын ашық сөйлесіп, бір-бірін түсінгендей болды. Ақыры жалғас кешірім сұрап, хабарласатын болып тұтқаны қойды. Сол күні ару қуанып, өзара түсіністік, енді барлығы бұрынғыдай болады деп өзін сендірді. Алайда, бұл жолы да жалғас тағы да хабарласпады. Хабарын, қоңырауын күткен ару, күте-күте хабарласпасын біліп, үмітін бір жолы үзді. Енді хабарласпайтынына көзі жетті. Өмірін қайта жалғассыз жалғастыра берді. Көп ұзамай диплом алатын уақыты келіп, бір жапырақ қағазды қолына ұстаған күні ару ауылына қайтты. Ауылда көп болмай 2020 жылдың қыркүйек айында ару қайтадан Астана қаласына жол тартып кетті. Әсем қалаға барып, барлығын ұмытып, жұмысқа тұрып, жаңа өмір бастағысы келді. Жұмыстың, пәтердің барлығын сым-тетік арқылы тауып қойған ару Астана қаласына келіп орнығып алды. Келесі күні-ақ жұмысқа кірісіп те кеткен. Бірақ ауылдан шыққан ару орыс тіліне шорқақ еді. Сонысын кесірі тиіп, алғашқы орналасқан жақсы жұмыстан айылып қалды. Бірақ көп уақыт өтпей зертханадан жұмыс тапты. Жұмыс уақыты таңғы 7:00-ден түскі 15:00-ге дейін болды. Сондықтан жалақысы аз мөлшерде еді. Бірақ жұмыс тапқан ару бұл жұмысқа да қанағат тұтып жүре берді. Көп уақыт өтпей Биголайф арқылы Ислам деген жігітпен танысты. Ол жігіт те арудың туып өскен қаласынан болып шықты. Уақытша Астанада құрылыста істеп жүрді. Екеуі бір қалада жүргендіктен жолығып, жақынырақ танысты. 2-3 кездескен соң Ислам арудың өмірінде бір құпия барын сезді де басты сұрақты қойды. Ару, сенің өміріңде қандай да бір өкінішің бар ма? Деп сұрады. Бұл сұрақ аруға ауыр болғанмен айтуды жөн көрді. Өйткені исламға сеніп артуға болады деп ойлады. Өзінің басында не жағдай болғанын ешбір сырын бүкпей айтып берді. Мұқият тыңдап отырған Ислам аруды жазғырмады. Тек бәрі жақсы болады, еш уайымдама деп сөз жәрдемін берді. Бірақ барлық сырты білсе де Ислам арудан бас тартпады. Сезімін білдіріп, ұнатып қалғанын айтып жүрді. Кейде қаржы жағынан қиналса, онысына да көмектесіп жүрді. Өйткені сол уақытта ару кішкене қиналып жүрген. Ата-анасына салмақ салғысы келмей, кредитке телефон алған. Сол қарыздан жабуға көмектесетін. Бір күні Ислам арудың қиналып жүргенін көріп, бірге тұруға ұсыныс жасады. Екеуміз екі жақта пәтерге көп қаржы жұмсап жатырмыз. Екеуміз түбінде үйленеміз ғой. Сондықтан бірге тұрып қаржы үнемдейік. Саған қолымның ұшын тигізбейтін боламын деп уәде берді. Ару Исламның бұл ұсынысын ой елегінен өткізем, сосын хабарын айтамын деді. Бірақ хабар айтуға еш асықпады. 2 апта шамасына ару жалақысын алды. Алатыны азғана жалақы. Онысы не телефонның қарызына, не үйдің пәтеріне ақысына жетпеді. Ақшаны қалай жеткізерін білмей Исламға хабарласты. Ұсынысын қабыл алып, тек қол ұшын тигізбеуге уәдесін алды. Солай Ислам мен ару отбасылық жатақханаға орналасты. Екеуміз жас отбасымыз, әзірге баламыз жоқ деп алдап кіріп алды. Басында барлығы жақсы болды, Ислам берген уәдесінде тұрып жүрді. Бірақ соңынан аруды өз дегеніне көндірді. Қалай өздерінің жақындасып қойғанын да білмеді.
Екінші күні тағы да қайталанды. Бірақ сол жағдайдан кейін ару исламға ренжіп, мені тек сол үшін ғана пайдаланып жүр екенсің, уәдеңде тұрмадың деп қатты ашуланды. Ислам кешірім сұрап, енді қайталамаймын, берген уәдемде тұрамын деп сөз берді. Солай екеуі өзара түсінісіп, бір ай жақсы тұрды. Бірақ бір күні Ислам кішкене ішіп келіп, қайта уәдесін бұзып алды. Бұл уақытта ару қатты ренжіп Исламмен сөйлеспекші болды. Бірақ арты ұрысқа айналып екеуі екі жаққа кетті. Ислам өзінің жолдастарымен бірге бөлек кетемін деп шықты. Солай өзінің барлық киім-кешектерін жинап, шықты да кетті. Ару өзі жалғыз қалды. 2-3 апта өткен соң арудың жүрегі айни бастады. Еш тамаққа тәбеті болмай жатып қалатынды шығарды. Әлсіздік бойын билеп алған, өзі медицина қызметкері болған соң бірденен не болғанын біліп ақ тұр. Бірақ күдігі сейілсін деп жұмысынан аз мөлшерде жалақы алып, жекеменшік емханаға келді. Тексеріліп көріп еді, өзінің күдігі расталып, жүкті екеніне көзі жетті. Көп ойланбастан баланы алдырып тастауға шешім қабылдады. Бір жағына әке-шешесін ойлады. Аттарына кір келтірдім, беттеріне қалай қараймын дейді. Сол ойымен ғана жүрген ару, бір апта өтер-өтпес сол емханаға қайта барып, баласын алдыртып тастады. Кешкене ем қабылдап, ауылына қайтып кетті. Арудың қайтып кеткенін білген Ислам көп ұзамай хабарласып, барлығын басынан бастағысы келетінін, әлі де ұнататынын жеткізді. Бірақ ару өткен кезге қайта оралғысы келмеді. Исламға аяғы ауыр болғанын, баланы алдырып тастағанын, қиналғанын бәрін түгелмен айтты. Енді екеумізді байланыстыратын ештеме жоқ, сондықтан өткенді ұмытып, жаңа өмір бастаймын деп Исламнан бас тартты. Енді барлық өткенді ұмытып, жаңа өмір бастаймын деп шешкен ару Исламнан бас тартты. Қазір ару өткенін еске алып, күрсініп алады. Бір ғана қателік жаста болса, өмірінің біраз бөлігін құртқанына ренжулі. Исламды кездестіргеніне емес, қателік жасап, еш жазықсыз баланы алдырғанына өкінеді. Арудың жасы қазір 22 жаста. Ата-анасының қолында тұрып жатыр. Өз ауылына медбике болып жұмысқа тұрып алды. Алдағы өмірін ойласа қорқыныш билейді. Не боларын, немен аяқталарын өзі де білмейді. Бір білері өткен өмірі өзіне үлкен сабақ болды.